Асқазаным язба, асқынып кеткен, оны қалай емдеуге болады деп жатады. Әртүрлі емдер бар, медицинаға барсаңыздар да ұзақ, былайынша да ұзақ. Енді біз шөп дәрімен мынау құрттамыр шөп дәрісін беріп, екеуін ішсеңіздер толығымен жазылады, бірақ одан да оңай жол бар. Іше алам десеңіздер, мынау свежий картошканы аласыздар да, жақсылап қабығын ашып аласыздар. Осы қабығы ашылғаннан кейін жаңағыдай соковыжималка деген аппарат бар ғой, соған салып, соғын ішіп отырасыздар. Алғашқы күндерге 20-30 мл ішіңіз мақұл, кейін 50 мл, жаймен 100 мл-ге көтеріңіз. Бір 10 күн, 15 күн ішетін болсаңыздар, жаңағы асқазандағы язва толығымен жазылып кетеді. Бұл дәлелденген емдік әдіс, және де бұны қаншама адамдар естіп, бұған дейін де осы жайлы видео салғам, қаншама адамдар рахметін айтып, қаншама адамдар емделіп кетті. Дәл осы видео пайдалы болған болса, туысқандарының чатына жіберіп қойыңыз, олар да біліп жүрсін, және де менің халық емі Нұрқаділ деген парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.